Бүгін сіздерге өзбек халқының дәмді тағамдарының бірі шорпа рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қазанға салқын су құйып, етімізді салып, етті бір қайнатып аламыз. Ет қайнап болған соң бетіндегі көбіктерді сүзіп аламыз. Сорпаның көбігін сүзіп алғаннан кейін оттың астын аздап қана басып, етті жай отқа пісіріп аламыз. Және осы сорпаға ерекше дәм, сорпаның мөлдірлігін беру үшін оған бір домалақ пиязымызды салып жібереміз. Енді етіміз піскенше сорпаға қосатын көкөністерді дайындаймыз. Мен көкөністердің барлығын алдын ала тазартып, жуып дайындап қойдым. Бізге қажетті көкөністер, ол видеода көріп тұрғандарыңыздай тәтті бұрыш, картоп, сәбіз және помидор. Жалпы бұл шорпаға көкөністердің барлығы үлкен болып туралады. Етіміз піскеннен кейін ең бірінші сәбізді салып бір қайнатып аламыз. Сәбізді бір қайнатып алғаннан кейін манағы салып жүрген пиязымызды алып тастаймыз. Одан кейін қалған көкөністерді салып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, барлығын жай отта пісіріп аламыз. Міне біздің сорпамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Біздің отбасымызға қатты ұнайды. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын.